баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге қалқанша безіндегі киста немесе түйіннің пайда болу себебі, бұл жағдайда не істеу керек, ол қауіпті ма? Сол туралы айтамын. Қалқанша безінің структурасының өзгеруіне алып келетін себептер: біріншісі, организмде йодтың жетіспеушілігі. Йод организм үшін өте қажет, әсіресе қалқанша безінің гормондарының түзілуі үшін қажет. Білесіздер, Қазақстан йод жетіспеушілік аймаққа жатады. Сондықтан йодтың күнделікті профилактикалық дозасын қабылдауды ұмытпаңыздар. Екіншісі, йодтың артықшылығы. Йодтың дефицитімен қатар, оның артықшылығы да жаңа түзілістің пайда болуына алып келеді. Үшіншісі, генетика, яғни тұқымында, туыстарында қалқанша безі аурулары болатын болса, пайда болу қаупі жоғары болады. Екіншісі, радиация, облучение, зиянды әдеттер, әсіресе аутоиммунды тиреоидит кезінде темекі тарту барлығы әсер етеді. Қалқанша безінде түйін анықталса, не істеу керек? Әрине, бірінші эндокринолог дәрігерінің кеңесі. Қалқанша безі гормондарына анализ тапсыру керек. Қалқанша безіне УЗИ жасалу керек. Кейбір жағдайларда анализде қалқанша без гормондары қалыпты, ал УЗИде бірнеше ұсақ түйіндер анықталуы мүмкін. Бұл жағдайда динамикада түйіннің көлемін анықтау керек. Яғни 6 айда және 1 жылда қалқанша безіне УЗИ жасалып, түйіннің көлемін анықтау керек. Ал кейбір жағдайларда қалқанша безінде бір ұсақ түйін анықталуы мүмкін, ал қалқанша без гормондары анализде деңгейі жоғары болуы мүмкін. Әрине, бұл жағдайда тиреостатиктер, яғни тиразол немесе тиамазол тағайындалынады. Қалқанша безіндегі қауіпті түйіннің белгілері: біріншісі, үлкен көлемді түйін, яғни 1 сантиметрден жоғары болса. Екіншісі, аз уақыт аралығында түйіннің көлемінің ұлғаюы. Үшіншісі, түйіннің қанмен қамтамасыз етілуі. Егер ол жақсы қанмен қамтамасыз етілетін болса, әрине ол тез өсуі мүмкін. Үшіншісі, түйіннің контуры. Егер түйіннің контуры ровный, четкий болатын болса, бұл қауіпті емес. Ал не ровный, не четкий әртүрлі болатын болса, бұл қауіпті болып есептеледі. УЗИде қалқанша безінде үлкен көлемді түйін анықталса, әрине пункция жасалынады. Тонкоигільная аспирационная биопсия жасалынады. Бұл жағдайда сол жерден клетка алынып, цитолог дәрігері қарау керек, ол қатерлі немесе қатерсіз екенін анықтайды. Қатерлі түйін болатын болса, әрине емі хирургиялық ем болады. Видеомыз пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Және менің Instagram аккаунтыма жазылуды ұмытпаңыздар. Instagram аккаунттан күнделікті пайдалы ақпараттар алуға болады.